Ұзақты күнгі қилы-қилы қызықтары өз алдына. 7 жасар Бақтиярдың жатар алдындағы жуынуы да айғай шуға толы. Сағат түнгі 12-ге таяп, есік алдындағы үлкен бәйтерек түбіндегі ағаш сәкіге масахана құрылып, төсек салына бастағанда шығады бұл шу. «Ой, ой, ой, көзіме сабын кіріп кетті, деген айғай естіледі әуелі. Көкесі мұның душқа түскенін қадағалап тұрады. Жаздың күні шайыну үшін қолдан қалқалап тұрғызған шамсыз, дымсыз душ қой. Осы тас қараңғы жерде жуынып жатқан Бақтиярға оның «Дұрыстап сабындан дейм, басыңа су сабын жақ» деп қайта-қайта қайталап тұрғаны. Жоғарыдағы үлкен қара бөшке ішіндегі су күн қызуына әбден жылынған. Өмірде тағдыр айдап жолықтым өзіңменен, кезім болып бұл жайнап, қайғымың сезілмеген, деп бар даусымен әнге басады. Бақтияр бір сәт себелеген жылы су астында тұрып. «Түх, мына баланы деп мырс етеді көкесі. Бұл Бақтиярдың өзі көке деп атайтын әкесі. Жаңағы ән көкесінің ойын тойда жастығын еске салып, гитараға қосылып айтатын әні. Атасының баласы екенін арқаланып, істеп тұрған қиқарлығы бұл. «Әй әнші, шық енді болды!» дейді сосын көкесі, оған сүлгісін беріп жатып. Бірақ кешкі жуыну мұнымен аяқталмайды. Анадай жерде миығынан күліп, оны атасы күтіп тұрады. «Бақтияр-ау, Бақтияр!» деп дауыстайды атасы. Бақтияр қазір атасының шақырарын, не дерін, не істерін білсе де, әдейі түк білмегенсіп, сәкіге қарай басын төмен салып кетіп бара жатады. «О не, ата?» дейді бейғам адамның даусына салып. «Анау құдықтың басында екі үлкен шелек тұр, соларды толтыра қойш құлыным» дейді атасы. «Жарайды ата» деп үлкен кісі жұмсаса, тұра жүгіретін елгезектік әдетіне басып, құдыққа қарай ұмтылады. «Оны қайтесіз ата?» деп сұрайды, кетіп бара жатып. «Бір тұлпар болар құлыншағым бар еді, соны суарам» дейді атасы. Даусынан ерекше бір жылылық, сондай-ақ мақтаныш лебі еседі оның. Мұндай құдық бұл аулада осы үйде ғана бар. Жайықтың жағасында отырған аулаға құдықтың не керегі бар? Үлкендердің айтысына қарағанда, сонау бір жылы әлде бір жұқпалы ауру тарап, өзен суын ішуге бір жаз бойы тыйым салыныпты. Сонда қазылған аты шулы құдық екен бұл. Қатқыл жерден құдық қазу оңайға түспепті. Су өте тереңнен шығыпты. Оны қазуға осы ауылдың ең бір қайратты, қайсар жігіттері кірісіпті. Тым терең болған соң ба, күн қайнап тұратын 40 күн шілдеде де су тастай суық болатын осы құдықты жергілікті халық Шыңырау деп атайды екен. Кейін керек болмай, бала-шаға ішіне әр нәрсе лақтырып құдық аза бастаған соң, Бақтиярдың атасы оны қоршап, шегенін жөндеп, үйін әдейі құдыққа таяу салады. Қазір ауылдың әрбір үйіне су желісі келіп тұр. Құдықты ешкім керек қылмайды. Үлкендер ғана анда-санда өтіп бара жатып, «Кәне, Шыңыраудың суынан берш» деп шөлдерін қандырып, Шыңыраудың бір кезде қылған жақсылығын ұмытпағандары бұл. Бақтияр жүгіре басып барып, қақпағын шалқасынан тастап, жанында тұрған кендір баулы қауға шелекті құдық түбіне тастап кеп жібереді. Қаңылтыр шелек соңынан арқанын суылдата сүйретіп, төмен қарай құлдырай жөнеледі. Арқанның шетін ұстап тұрған Бақтияр бұл сәт құдық ішінен шығар үнге құлақ түріп, аяғын нығарлап, басып ыңғайлана береді. Шелек топ етіп алты құлаштай терең құдық түбіндегі суға түскен бойы арқанды сілкіп келіп қалып, шұғыл тарта жөнеледі. Шелек жалт беріп, су іліп үлгереді. 7 жасар баланың кез келгені Бақтиярша жылдам қауға сала алмайды. Ол үшін епте, күште керек.
Табиғатынан жылдан Бақтияр әп сәтте екі шелекті толтырат та, «Болды мата!» деп айғайлап, құдық қақпағын жаба салады. «Әй, жарайсың! Міне, жігіт болды деген осы!» деп жүре сөйлеп. Айналып толғанған атасы екі шелекті іліп алып, «Кәне, енді бері жүр» деп құдықтан былайырақ жатқан қой тасқа қарай жүреді. Бұл да күндегі әдет. «Менің құлыным өскенде батыр болады, батыл болады, әнші болады, ақын болады, жақсылыққа жақын болады» деп өлеңдете қойтас үстінде шешініп, түк лыпасыз тұрған Бақтиярдың төбесінен төмен қарай екі шелек мұздай суды бірінен соң бірін құя салады. Бұған Бақтияр тіпті кішкене күннен үйренген. Суды құя бастағанда айғайлап бір тынбайды. Бірақ қорыққаннан емес, қуанғаннан айғайлайды. Өзі осы сәтті ерекше жақсы көреді. Содан сол тұрған жерінде әбден сүртініп, іш киімін киіп, аяғына шәркесін іле салып, сәкіге қарай жүгіреді. Күнге қапысыз күйген, шойындай қара денесі жылт-жылт етіп, масахана етегін желпи кіре береді. Тып-тыныш өз орнына барып жата қалса, ол Бақтияр болар ма? Сәкі үстіне қаз-қатар төселген төсек үстімен еңбектеп барып жатып, әлде қашан жатып қалған інілері Данияр мен Елдостың көрпелерін тартқылап, табандарын қытықтап, у-шу қылып өтеді. Өзі сонда әбден шаршаған. Күн ұзақ тынбай ойнау, Бақтиярша асыр салу оңай болсын ба? Шаршап шалдықса да Бақтияр бүгінгі ұйымдастырған неше түрлі ойнына өзі риза. Эх, шіркін, жайық жағасының қызығы таусылмайды ғой. Көзі ілініп бара жатып, «Бисмиллахир-рахманир-рахим» деп күбірлеп, атасының баласы ұйқыға кірседі. Бүгінде әдеттегідей Бақтияр өзінің достарының дабыр-дұбыр шуынан оянды. Күн ұясынан арқан бойы көтеріліп қалған екен. Достары ойнамай, ұзын орындыққа қаз-қатар отырып алып, мұның ойнағанын күтіп отыр. Өйтпегендеше, қазір Бақтияр бұрын ойналмаған жаңа бір ойынның түрін шығарады ғой. Міне, тез-тез жуынып, апыл-ғұпыл тамағын ішіп алған Бақтияр ойынға дайын болды. Достарына «Ал, кеттік!» деді, жайыққа қарай жүгіре жөнелді. Әшейінде өздері шомылатын ауыл тұсындағы тас қайранға қарай емес, әріректегі биік жарлы, теріс ағынды мүйіске қарай тартты. Балалар ол тұстан суға түспейді. Ол жер жағалаудан ақ шым терең. Теріс ағыны үйіріліп, суы салдырлап, сұсты болып жатады. Бақтияр не істемек? Сол жерден суға секірмек пе? Ендеше бәрі секіруге тиіс қой. Бақтиярдың соңынан жүгіріп келе жатқан балалардың әр қайсысы осылай ойлап, жүректері дүрсілдеп келе жатты. Бәрі жалаң аяқ. Табанға кірген шөңгеге қарайтын емес. Мына дүркірей жөнелген топтан қалғылары жоқ. Оның үстіне қазір Бақтиярдың не істейтінін көру керек қой. Биіктігі 7-8 метрдей тік жардан тырмысып жүріп түсіп, суға жете бере, Бақтияр қолын тығып жіберді, екі қарыстай қазықты балшық-малшығымен суырып алды. Бұл қармақты қашан құрып қойған? Достары аң-таң. Қазыққа байланған желі капрон қылдың шеті тереңде. Балалар ентелей қарап қалған. Жұтпа деп аталатын, ұзын желілі бірнеше қармақты жұрт қайранға салатын. Тік жардан жұтпа салғанды адам естімеген. Бақтияр айнала қарап, балаларға: «Жақындап тұрыңдар, тек үндемеңдер, дыбыс шығармаңдар», деп ымдады. Желіні еппен тартып шығара бастады. Бәрі дәмдерін іштерінен алып, «Қандай балық түседі екен, деп еңкейіп, үңіле түскен. Бір сәт Бақтияр «Үп!» деп бар даусымен айғайлап, желіні тартып кеп қалды. Судан аузын арандай ашқан бір пәле шыға келсін. Тістері сояудай, көзі ақшиған, сұмдық сұсты бірдеңе. Өздері жардың ең етегінде, су жиегіндегі бір аяқ жолдай, таптар жерде әрең сыйысып, үйме-жүйме қыстырылсып тұрған балалар.
ойбай десіп кейін серпілгенде бірін-бірі итеріп екі-үшеуі суға құлады. У-шу басталды да кетті. Үлкен адамның білегіндей көк серкені жағаға тастай сап, тыпырлатып аяғымен басып тұрған Бақтияр ішек сілесі қатып күліп тұрып, «Өй, неменеге сонша қорықтыңдар, ей? Кәдімгі балық емес пе?» дегенді әрең айтты. Суға құлағандар тырмысып жағаға шығып келеді. Абырой болғанда бұлардың бәрі жүзу білетін. Судың тереңдігіне үйірілген теріс ағынға қарамастан жан ұшыра құлаштап шыға келісті. Жайық бойының балалары емес пе? Тәйірі. Ал, қорықпаймын, қорқақ емеспін дейтіндерің қайда? Дейді Бақтияр. Мен емес, ермек қой, шошып кетіп, маған жабысты. Осының қырсығынан мен суға құладым деп ақталды Абай. Жоқ, мен бірінші қорыққан жоқпын. Ана Бейсенғали селк ете қалғанда бір түрлі болып кеттім деп ермек шықты. Сөйтіп, кімнің бірінші қорыққандығы туралы дау біраз дуылдап барып бірақ басылды. Енді бәрі жарқабақтан салынған жұтпаға түскен үлкен көк серкеге қарасып тұрды. Кәдімгі балық, жай қармақ үстіңгі ернінен ілінген, сосын мен тартқанда ол амалсыз аузын арыстан шашып шықты судан. Білдіңдер ме? Ал балықты Берікке берейік. Әжесі қуырылған көк серкені жақсы көреді. Келістік пе? Деді Бақтияр. Келістік деп шуласты балалар. Шынында да көк серкеде қылтан аз болады. Сондықтан да көзі шамалы көретін үлкендер үшін бұл балық жеуге ыңғайлы. Сонымен үлкен көк серке Берікке байланды. Ол олжасын сол бойы сүйрете үйге жүгірді. Балық әлі тірі, ал бұлай ұстап жүрсе бұзылып кетуі де мүмкін ғой. Шілдеде балық етінің тез бұзылатынын білетін балалар оның үйге жүгіргенін мақұл көрді. Ал енді кімнің батыр, кімнің қорқақ екенін анықтаймыз. Кеттік! Деген Бақтияр тағы алға түсті. Көңілді балалар жайық жағасындағы тоғай арасымен ойнақтап, біраз жүгіріп келіп тоқтады. Ал, кәне, бәрің бір-бір шегіртке ұстаңдар, деп бұйырды Бақтияр. Қармаққа шегіртке ұстап, шыншыл жүрген балалар үшін бұл аса қиын шаруа емес еді. Әуелі, оның қай жерде отырғанын байқап алады да, еппен басып жақындайды. Сосын, ол келе жатқан қатерді сезіп, артқа аяғын жиып, серпіле секіремін дегенше, алақанымен жаба қою керек. Немесе жіңішке тал шыбықпен зып еткізіп, дәлдеп тұрып, бір ұрсаң болды. Осындай әдістермен жеті бала әп-сәтте бір-бір шегірткені қолдарында ұстап тұрды. Анау бір бұтақ жеке тұр ғой. Соның ұшар басында ұяда қырғидың екі балапаны бар. Соларға бір-бірлеп шығып, шегірткені жегіземіз. Кім осыны істей алмаса, сол батыр емес, деді Бақтияр. Сөйтті де, бірінші болып өзі терекке өрмелей жөнелді. Бір бұтақтан бір бұтаққа басып, биіктей берді. Шегірткесі шолақ шалбарының қалтасында. Төмендегі алтауы, оның әр қимылын бақылап, ағаштың қай бұтағынан ұстап, қай бұтағынан басқанын еске сақтауға тырысып тұр. Ең қиыны, еш бұдырсыз биікке, жалғыздан жалғыз шаншыла өскен ең соңғы жеке бұтақ екен. Қырғи әдейі ұясын осындай, адам қолы жетпес қиын жерге салады екен. Бақтияр сол бұтаққа жетті. Әлгі бұтақты қыса ұстап, кәдімгі спорт залда арқанға өрмелеген сияқты өрмелей жөнелді. Сол кезде жоғарыдан балапандардың шиқылы естілді. Демек, Бақтияр жетіп, олардың жемге қуанып жатқаны. Сәлден кейін Бақтияр дік етіп жерге түсті. Өзінен кейін ағашқа жармасып, мысықша өрмелеп бара жатқан Ермекке Бақтияр: «Ермек, сен шегірткеңді бергі, кішірегіне бер, жарай ма? Мен арғысына бердім. Онысы үлкендеу және ашқарақ көрінді», деп дауыстады.
Жарайт деп, ермек жоғарлай берді. Жеті баланың бәрі бірдей өздерінің епті де батыл екендіктерін дәлелдегенді. Ең соңғы болып көтеріліп, шегірткесін ақ үрпек балапандардың бірінің аузына салып, енді төмен түсе берген Абай ауыл жаққа қаратты, суық хабар жеткізді. Балалар, ауыл өртеніп жатыр! Дұрыстап қара, қай жер, кімнің үйінің маңайы? Деп бұйыра сұрат Бақтияр. Қуаныш шалдың үйінің қорасы сияқты, деді біраз қарап тұрған Абай. Бақтияр бастаған топ тоғайдан шыға сала ауылға қарай жүгірді. Аттылы жаяулы, кім трактор, кім мотоциклмен ауыл үстінен көтерілген қою қара түтінді көріп, бәрі жан ұшыра ауылға ұмтылған екен. Сол екі арада өрт сұмдық күш болып құтырынып кетіпті. Күн көзіне қурап, кеуіп тұрған шөп, сабан, оны-мұнымен жабылған қора төбелері сатыр-сұтыр лаулай жанады. Алапат қызыл жалын, сумаңдаған от тілі бір қорадан бір қораға жалғасып, өрт аумағы ұлғайып барады. Бір жерден гүрс етіп газ толы балон, бір жерден шамасы бензин толтырылған бөшке жарылды. Ол жарылыстар өртті одан сайын өршітті. Жұрт шелектеп әкеп су шашып, от тілін күрекпен ұрып, топырақ шашып, әбігер болып жүр. Маңырап, боздаған мал, жылаған бала-шаға, айғай-ұйғай, айнала у-шу. Бәрінің көзінде үрей. Бақтияр жүгіріп келген бойы төбесі қара түтінмен жалынға оранып, алай-дүлей жанып жатқан бір қораның байлаулы есігін тез шешіп ашып кіріп кеткен. Сәлден кейін аяғын қалт-құлт етіп, әрең басқан аппақ үрпек бас ботаны жетектеп шықты. Мұны алыстан етегіне сүрініп, бір құлап, бір тұрып келе жатқан Ұлжан әже. «Ай, қап, құлынымай, өркенің өссің, бұғайсың едің, Бақтиярмысың? Алла разы болсын. Ол қорада бота қалғанын қайдан білбең? Қарағым-ай!» деп Бақтиярды айналып толғанып, ботаның бас жібіне жабыса берді. Байғұс бота қорыққаннан қалтырап, көзінен жасы парылап тұр. Өп-үлкен қара көздері жаутаң-жаутан бух-бух деп әлсіз үн қатып шағынады. Жаңа туған ботаны көз тиет деп үлкендер тығып ұстайды. Тисе тиетін ақ шығар, өте әдем болады ғой. Көбіне ақ немесе көкшіл, күлгін түсті жүні үлпілдеп тұрады. Көзі қандай, тәлтіректеп әлсіз басып жүргені қандай әсем. Бақтияр Ұлжан әжейдің осы ботасы туғалы оның қорасының төбесіне шығып алып, төбе мен қабырғаның арасында қалған екі еледей сыңылаудан ұзақ бақылайтын. Жаңа жүгіріп келе жатып, қора есігінің тарс бекітулі екенін байқап, тура тартқан еді.